жұмысымды ұсынамын. Менің тақырыбым қазақ тілін меңгертудегі 4К моделі, білім берудің тиімді әдістері. Ең бірінші қарағанда тақырып 4К деп бір шошып кетерлік нәрсе сияқты. Қарасаңыздар, күнбе-күн өмірдегі өзіміздің жұмысымыздағы бұл барлығы да жасап жүрген жұмыстар екен. Ең бірінші сіздердің көңілдеріңізді, сіздердің назарларыңызды өзіме ауыстыру үшін мен сіздерге мынадай бір ұсыныс жасағым келеді. Қарапайым А4 қағазы, қарап тұрсаңыздар, өте жаңағы қызық қиылған. Кейбір адамдар ойлап қалуы мүмкін, неге мынау жаңағы дұрыс қимаған, жаңағы жартысын алмаған деген сияқты. Бұл баланың назарын өзіме қарай аударту. Неге апай осылай қиды екен? Қызық, ең алдымен осынан басталады. Ары қарай енді ең өмірдегі адам өзінің есімін өте қатты ұнатады екен. Мысалы, Гүлфира менің есімім, мен өз есімімді барлық есімдерден өте жақсы көремін. Сондықтан да әр адамда солай болуы мүмкін. Қазір сіздер қолдарыңызға алып, қанша күлше бар, өзіңіздің есіміңізді әрбір әрпін осы күлшеге орналастырыңыздар. Және осы жаңағы ойынды мен балалармен ойнатамын. Себебі әрбір мысалы гүлдей жайнап жүремін, тағы да қандай, қандай сіздер өздеріңіздің есімдеріңізді солай атап шығуға болады. Сіз өзіңізді қалай көресіз? А болса ақылдымын деген сияқты, К болса көріктімін деген сияқты, сондай жаңағы тәсілмен сіздерге пайдалануға. Бұл енді сіздерде өздеріңізде қала берсін. Бір-екі әріптестерді сосын кейін тыңдарыңыз. Енді әрі қарай мен осы жұмысымда ең көрнекіліктерді жақсы көретін адамның бірімін. Және шығармашылыққа, балаларға, эстетикаға көп назар аударатынмын. Қазір мен сіздермен мынадай бір жаңағы кірпі ойынын көрсеткім келеді. Мандан бері күн ұзаққа, күні бойы сіздер телеграмда да көргенде жаңағы барлық көрнекіліктер жаңағы немен ламинатталған, липучкамен, барлығымен да, қарап тұрсаңыздар, әрбір мұғалім өз айлығын соған жұмсайтын сияқты. Осы мына бір тәсілді көрсету үшін ол 4.000 теңге тұрады, ол 3.000 теңге тұрады деген сияқты қалтаны ұрға тұрады. Енді мен жаңағы лақтырып тастайтын керек емес нәрсе, үйде әр адамда коробка бар. Осы коробкадан аласыздар, осы коробканы қызықты етіп, балаларды ең бірінші біздің мақсатымыз баланың назарын өзіңізге қарай аударту және баланы қызықтыру мақсатында. Енді қараңыздар, қарап тұрсаңыздар, бұл қарапайым жаңағы кірпі. Осының арасында тесіктерді орналастырып, осыны мен сіздерге түсіндіргім келеді. Жаңағы сіздің жұмысыңызға не пайдалы және қалай бұны қолданамыз. Мысалы, міне әр жерден тесік жасағаннан кейін осы кірпіні сіздер орналастырасыздар. Бұл бірінші сыныпқа, екінші сыныпқа да түстер арқылы мына фишканы пайдаланатын боламыз. Жаңағы енді былай тақтаға қою ыңғайлысыз, сондықтан парттың үстіне топ-топқа бөліп, жаңағы түстерін ажыратуға балаға көмектеседі. Әлі күнге дейін, мысалы 4-ші сыныпқа дейін балалар түс танымауды мүмкін. Мысалы деген, мына түстер танымағанмен, оранжевый деп атады, кейбір балалар орысша да айтып атады. Соны мына балалар жаңағы көзімен көріп, қолымен ұстап, қолдың моторикасы даму арқылы баланың сана сезіміне сіздер дамытасыңдар. Және бұл жаңағы кірпіні біз универсал дейміз. Не себептен? Бұны тек қана қазақ тілі пәнінде емес, математикаден да пайдалануға болады, сандарды араластырып, осы фишканың үстіне мына жерге ішіне санды қойып қойып, мына жерге есебіңізді бересіз, қай жерге жаңағы жауабы дұрыс. Міне, универсал. Енді мен сіздерге тағы да мынадай бір жаңағы ойынды ұсынғым келеді. Бұл қазақ тілге байланысты. Қазақ тілі сабағында сіз бұл кірпіні қалай пайдалана аласыз? Әрбір сөз берілген. Сол сөзде енді мына фишка балаға жалықтыру мүмкін. Сол жалықтырудың орнына осындай үшбұрышты қылып, осындай қызықты нәрселерді жасап, баланың алдына тастауыңыз мүмкін. Бұл топтық жұмыс болуы мүмкін, жеке жұмыс болуы мүмкін. Және жаңағы перемен уақытында, қоңыраулардың уақытында балалар жүгіріп жүреді ғой коридорда. Сондай жаңағы жүгірмес үшін осындай ойындарды артқа қойып, үнемі балаларды үйрету мүмкін. Осы мына ойындарды сіздерге айтқым келеді. Мына жерге орналастыру арқылы, мына жаңағы осындай үшбұрыштарды, мына тек қана жаңағы 9 штук
жаңағы сын есімге сөз таптарына болса, келесі 9 топты сіздер математикадан дайындап қоюға болады. Әртүрлі осыны өзгертіп, өзіңіздің фантазияға байланысты қолдануға болады. Сол себептен осы кірпі сізге көмек ретінде универсал болып келеді. Бұл бір. Екінші, тағы да сіздерге осындай бір жаңағы гір арқылы, кеше мен жаңағы осы курстан алған бір өте жақсы ерекшелігі, осы мына көрнектілігімді өзімнің қоржыныма салдым, соны сіздерге көрсеткім келеді. Бұл да универсал деуге болады. Неге дейсіздер? Себебі жаңағы кеше біз онайыммен бірге жұмыс жасаған кезде тек қана бір ғана адам шығып, септіктерді атап шықтық. Ал сіздер 3 баланы бірден шығаруға болады. Бірінші бала жаңағы тұрып, мысалы, өзіңіз жаңағы, мысалы, С әрпінен жаңағы сөздерді айтады. Бірінші айтады, екінші айтады, үшінші. Бір бала айтып қалмаса, уже ойынан шығады деген сөз, сондай да пайдалануға. Мысалы, тек қана математикаден емес, қазақ тілден де, дүниетанудан да, жаратылыстанудан да барлық сабаққа қолдануға болады деген ойын бар. Және сіздерге тағы да айтқым келетіні, бұл жаңағы почта жәшігі, осы почта арқылы балаларға хат келеді. Осындай жаңағы түрлі түсті болып неге боялған, себебі әр топқа, 3 топқа бөлгенде де осындай көрсетуге болады. Ішінде хаты бар, хатының ішіне тапсырманы сала аласыздар. Бұл да универсал деп айтуға болады. Және мен кеше курс аясында өзімнің ойыма келіп, осына жаңағы әдіс тәсілде айтылып жатыр ғой, телеграм канал, қазір бастауыштың сыныптың мұғалімдері әрбір каналы, әрбір жаңағы WhatsApp-ында көрнектіліктері бар деп ойлаймын. Бұл енді менің ойымнан туылған нәрсе. Кәдімгі жаңағы мына қорапшаны мен өзім жақсы көремін. Осы қорапша, ләпсайтын нәрсенің бәрінде де үйіме балконда ұстап, осындай жаңағы дүниелер жасап, балаларымды қызықтыру және дамыту арқылы жасағым келеді. Мына жерде мысалы бұл банкомат дейді. Қазіргі заман өздеріңіз білесіздер, балалар кішкене ақшаға жақын, сонымен қатар осындай карточка арқылы әр балаға беріп, осы мына тапсырма бергенде де, осының ішіне қарай салып, балаларға міне артынан осылай бонус болса, балаларға сол алғытқан жаңағы бағасына, мысалы 8 бала алды ма, бонус түсіп атса, балаларға жаңағы бір бонус түсіп, сол мысалы 9 балл болып өтуі мүмкін. Сондай балаларды бағалауға, мадақтауға арналды деп есептеймін. Бұл да бір қоржыныма кірді. Және біз мана дүниетану сабағына, дуэт сабаққа кірдік. Ол кісіде осындай жаңағы смарт сағаттар пайдаланған екен. Бұл да бағалауға, өз-өзін бағалауға өте тиімді. Бұл смарт сағатты тек қана қолға тағу міндетті емес. Себебі бізде практикада кеше жаңағы бастауыш сыныпта бізде жаңағы сабақтар өтті, ашық 10 күндік аясында осы смарт сағаттарды бала бірінші рет көріп тұрған жерде оны шұқиды, оны тағады, оны айналдырып, ойнап отыруы мүмкін. Барлық назары осы сағатта. Сондықтан бұны тек қана осылай қойып партаға, осы жаңағы өздеріңіз пайдалануға осындай болады. Сол. Енді сонымен қатар мен осы жаңағы балалардың қолын дамытуға прищепкілерді жаңағы ұнатамын. Бұл прищепкімен балалар кір жайғышта жаңағы пайдалануға болады. Дегенмен, қазір мен жаңағы енді көрсетпей ақ қойып, дегенмен мен сіздерге жаңағы курс аясында морфология туралы ертегі құрастырдым. Енді осындайды пайдалана отырып, осы балаларға бергенде осы жаңағы балаға тапсырма бересіздер ғой, және баланы бұл ойландырады. Алдаңызда тұрған, мысалы міне, клейн жаңағы шлау, септіктердің, сөз таптардың аттары, және хан. Енді балада ой кетеді. Клейн жаңағы сөз таптардың ішінде неге хан жүр? Демек, осы морфология елінде морфология елінде осы хан тұрады екен деп, ары баланы әдебиет пәнінен болсын, қазақ тілден болсын, сөздік қорын байытып, оны ертегіге құрастыруға, сөйлем құрастыруға, дамытуға арналған. Сонымен демек, екінші топқа да сондай алып келдім. Бірақ қайталанбас үшін бала осынан жалығып кетуі мүмкін. Соған байланысты осылайда келесі топқа осылай жаңағы қойып, бұнда тек қана анасымен, мамасы, әкесі елінде деген сөздер. Осы тірек сөздерді пайдалана отыра, балалар топ болсын, топтасып бірге ертегі құрастырады.
Сонымен қатар мен сіздерге ең бір қызықты тапсырма жаңағы әкеліп едім. Бұл жерде жұмыртқа әдісі деп аталады, өздеріңіз білесіздер. Жұмыртқа әдісінде бірнеше нұсқада пайдалануға, себебі жаңағы сіздерге сабақ бүгін сын есім өтіп жатсаңыздар, ішінен жасырын сын есімге байланысты. Бірақ мен сіздерге мынадай тапсырма алып келдім. Осы жұмыртқаның ішінде сіздерде сұрақ бар. Мысалы, біреуін алайық, Нұрсұлу келе қойыңыз. Біреуін алып, ішінде сұрақ бар, бірақ сіздер маған мақал-мәтел арқылы жауап қайтарасыздар. Және бір-екі кім Ләззат келе қойыңыз, апай келе қойыңыз. Үшеуіңіз көрейік тек қана. Қандай сұрақ бергенін. Аша қойыңыздар. Ортасынан міне кесілген, балаларға бірден түсіндіріп кетесіздер ғой, міне ортасынан өздеріңіз жұмыртқаны үйде ашқандай ашып аласыздар. И бір ручкамен бір нәрсені істеп алыңыздар. Бұл жерде де жаңағы осы жұмыртқаның әдісін айтқым келеді. Бұл жұмыртқа әдісі әртүрлі нұсқа деп жатырмыз ғой, кейбір жаңағы әдебиетке, пәнге байланысты болса, мақал-мәтелдерді балаларға жаттату мақсатында бұл жасалынған әдіс деп ойлаймын. Келесі мен сіздерге тағы да айтып жіберейін. Жаңағы үнемі біздер үйренгенбіз себет, кәдімгі әрбір мұғалімде бастауыш сыныптында себет бар. Демек, біз баланы жаңағы бақшада жинатып, және біз осы қосақ жасаймыз деп, осы жаңағы сөз таптарын жатқа айту үшін, білу үшін, бұл ойындардың барлығында біз қайта үнемі күнбе-күн ойната беруге де болады. Осындай әдіспен. Және ары қарай сіздерге берейін, апайларымыз дайындалып ашқанша, сұрақтарыңызға ойланғанша, мен сіздерге мынадай бір жаңағы қол моторикасын дамыту үшін қарап тұрсаңыздар, кәдімгі печеньенің алынған жаңағы қорабы, оны лақтырып тастамай, өзі қазақ нақышта, сондықтан да лақтырған жоғым, өнерлерді көріп өзім қуанып кеттім. Енді осындай ғана фонарикті алып, қазір бұның ішінде жаңағы қазына жасырып қойдым, сол қазынаны тауып аласыз. Бұл енді жаңағы астында сұрақтар бар, фонарик арқылы сіздер көріп, соны сұрақтарыңызға жауап беруге болады. Бұл жаңағы сұрақтар тек қана қазақ тілге байланысты. Қазір апай. Бір-екі адам ала қойыңыздар. Қала беріңіздер апай, біреу-бірден. Қазына іздеу білмейді екенсің. Жақсы, бір-екі сұрақ қана. Енді мына апайларға көрсетейік, кешендер апайлар. Қандай сұрақ жасалған өте тамаша. Балалар да осылай жауап беріп, үш шапалақ отыра қойсақ. Рахмет. О, тамаша. Тамаша. Осылай балалардан үнемі жаңағы мақал-мәтелдерді біліп отыруға болады. Және сіздерге тағы да бір әдіс айтқым келеді. Кеше жаңағы топтық жұмыста, курс аясында біз сіздермен филворд жұмыс жасадық. Енді осы филвордтың мен кері әдісін айтқым келеді. Балалар үнемі филвордпен ойнай келе, әр қатардан сөз шығады ғой. Енді балалар жалықпас үшін кері жаңағы тапсырмасын орындайсыңдар. Бұл жерде сіздер мысалы тақырып бересіңдер балаға. Топқа тақырып бересіңдер, септіктен балалардың өздері филвордты құрастыру керек. Және келесі топтарға бірдей етіп бермейсіздер, сіздерге мысалы қазақ тілі түседі. Солай өзгертіп тапсырманы өзгертіліп отыруға болады. Мысалы Қазақстан жаңағы дүниетану сабағында, жаратылыстану, басқа да осы филвордты қолдануға болады. Және сіздерден де бір сұрақ жаңағы қандай ашылды қазынада, қандай сұрақ болды, жарықпен кім көре алды? Әрекетті білдіреді, істеді, не қылды, қайтты деген, оқыды, жүрді, күлді, отырды. Тамаша. Тағы да кімде бар? Бір айтып жүріңіз. Малшы қойына сыймады, қатып қалған